бір ғана валаннан әртүрлі образ жасауға болады. Осындай валанның лекалысын өзің сызып үйренгің келсе, видеоны соңына дейін қара. Алдымен қағаздың ортасына нүкте белгілейміз. Сол нүктеден радиусы 4 см болатын шеңбер сызамыз. Сызылған шеңберден 8 см өлшеп, екінші шеңберді белгілейміз. Бұл арақашықтық валанның ені. Енді бірінші шеңберден бастап қойылған белгілерді плавный линиямен қосып шығамыз. Яғни улитка тәріздес спираль жүргіземіз. Әрі қарай сыртқы шеңберге дейін сол 8 см арақашықтықты сақтап отырып, спираль сызықты жалғастырамыз. Дайын сызықтың бойымен қиып шығамыз. Нәтижесінде бізде толқынды ұзын валан шығады. Дәл осы тәсілмен юбка, көйлек, блузкаға валанды лекала сызбай-ақ тікелей матаға сызып пішіп алуға болады. Егер видео пайдалы болса, сақтап қой және подписка жаса.